Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда ақшақардың ободогын жасаймыз, яғни мен балаларға арналған түрін жасайтын боламын. Ол үшін бізге осындай ыстық пистолет және де оның желімдері қажет. Одан кейін бізге ободок және фетрдің осындай екі нұсқасы және де астына жабыстыратын бөлігі қажет. Одан бөлек осындай матаның екі данасын пішіп аламыз. Одан кейін бізге қайшы және де осындай үлпілдек пух қажет. Біз ең әуелі осы фетр матамызға, яғни матадан пішілген бөлікті жабыстырамыз. Ол үшін осы ыстық пистолеттің көмегімен кішкене ғана жағамыз, яғни желімді кішкене ғана жағып, қатты қыздырып алып жағамыз. Одан кейін үстіне матаны жаймендеп жабыстырып шығамыз. Одан кейін екі фетрді бір-біріне клей арқылы қосамыз. Клейді кішкенеден жағып отырып, жаймендеп жабыстырып шығамыз. Одан кейін артық жерлерін осылай кесіп алсаңыздар болады. Келесі кезекте жасаған бұйымымызды осы ободокқа отырғызамыз. Ол үшін осы кішкене бөлікті ободоктың ең бастапқы жағына жабыстырып аламыз клей арқылы. Одан кейін осы бұйымымызды дәл ортасын белгілеп, ободоктың ортаңғы тұсынан бастап жабыстырамыз. Ең бірінші бір жағын толықтай аз-аздан толықтай жабыстырып аламыз. Содан кейін екінші жағын жабыстыратын боламыз. Келесі кезекте сәндеуге кірісеміз. Біздің осындай үпелегімізді дәл ортасын белгілеп, ободоктың ең жоғарғы жағын клеймен бекітіп аламыз. Содан кейін жоғарғы жақтан бастап осылай төменге қарай жабыстырып шығамыз. Кішкене ғана клей жағамыз және де жабыстырамыз. Тағы да солай қайталаймыз. Барлық клейді бірден жағып, бірден отырғызуға болмайды, әдемі болмай қалады және де размері сәйкес келмей қалады. Кішкенеден асықпай жасаймыз. Қаттырақ басып бекітіп қоямыз. Бізде ободокта осындай артық жер қалып қойды көрініп, соны клейді жағып, артылған матамен білдірмей ғана есептеп алып, жабыстырып шықсақ болады. Ең соңынан екінші бетін матамен қаптап шығамын. Бұны бастапқы кезде жасасаңыздар болады, ең соңынан жасасаңыз да болады. Және де жоғарғы жағына оң терісін ажырату үшін осындай бір дана моншақ жабыстырамын. Біздің ободогымыз дайын, өте әдемі, сәнді болып шықты. Сіздер өлшемін есептеп алып, осылай тігіп шықсаңыздар болады.